Армысыздар, құрметті оқырмандар. Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы жұмысшы мамандықтар жылына орай адам өмірін сәнді де салтанатты, мәнді де мағыналы ететін құндылық еңбек атты бейнероликті ұсынады. Елімізде 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Бұл бастама жұмысшы мамандықтарының маңыздылығын арттыруға, жастарды осы салаға тартуға және еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті кадрларды дайындауға бағытталған. Жұмысшы мамандықтарды дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болып қалыптасу идеясын насихаттауды көздейді. Жұмысшы мамандықтар орындарын дамыту, еңбек адамының беделін көтеру, кәсіби білім беру және еңбек нарығына қажетті мамандықтар бойынша оқытуды жетілдіру ел болашағына, оның технологиялық және экономикалық дамуына салынған инвестиция. Адам өмірін сәнді де салтанатты, мәнді де мағыналы ететін құндылық ол еңбек. Еңбектің наны тәтті дегенді бабаларымыз бекер айтпасқа керек. Әр саланың өз қиындығы, машақаты бар. Оны еңбегін сіңірген адам ғана түсінеді, сезінеді. Адал еңбектің мәні ешқашан жоғалмайды. Әрбір жан биік арманына еңбектің арқасында қол жеткізеді. Кәсіби даму адамнан саналы, бағытталған белсенді оқуды талап етеді. Мұндай оқу басқа формалардан анық ерекшеленеді. Әрбір адам өзінің қандай бағытта дамуы керек, ақпараттарды қандай әдістермен алатынын, қандай жолмен меңгеретінін өзі шешеді. Білімдеріңізді шыңдау мақсатында Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы кәсіптік білім кітап топтамасының гидравлика, машина жасау өндірісінің технологиясы, трактор мен автомобиль теориясының негіздері, ағаш себері, аспаздық, жеміс-жидектерді дақылдарын өсіру технологиясы және тағы да басқа кітаптарды ұсынады. Бейнебаянда кәсіптік білім топтамасының Қуатбекова мен Келесованың тігін бұйымдарының технологиясы мен Бесімбаеваның аспаздық оқу құралдарына тоқталамыз. Тігін бұйымдарының технологиясы оқу құралы кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқушыларына тігін бұйымдарының құрастырылуын, қол жұмыстарына арналған құрал-саймандарды, қол мен машина тігістерінің құрылымын, олардың іс жүзінде қолданылуын оқытып үйретуге, оқытушыларға және тігін ісімен айналысатын сала мамандарына арналған кітап. Оқу құралында тігін өндірісінің негізгі жұмыстарының терминологиясы, тігін машиналарының техникалық реттелуі және олардың жұмыс органдарының өзара байланысы, сырт киімдердің негізгі бөлшектерінің бастапқы өңделуі, дайын бұйым ақауларының пайда болу себептері және оларды жою тәсілдері қарастырылады. Ал тамақтану кәсіпорындары үшін мамандандырылған кадрларды дайындау кәсіби техникалық оқу орындарының басты міндеті болып отыр. Аспаздық оқулығында кәсіби техникалық мектептерде, лицейлерде, колледждерде 4-5 дәрежелі аспазшыларды дайындап шығаруға арналған оқулық екен. Шикізатты механикалық аспаздық өңдеу жолдары, яғни көкөністер мен самырықлақтарды, балықтарды, ет және ет өнімдерін өңдеу, сорпа көжелерді, тұздықтарды, гарнирлерді дайындау, жарма, бұршақ, ет, балық, құстар, ірімшік өнімдерін әзірлеу жолдары туралы жазылған.